Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен жасалынатын тағамның бір түрімен бөліскім келеді. Қызанақтың оңай ашылуы үшін астын осылайынан кесіп, үстінен қайнаған су құйып қоямыз. Табамызды алып, сұйық май құямыз. Сұйық майымыз жақсылап қызған соң, жуаны, содан соң сарымсақты салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Қуырылғаннан кейін ұсақтап туралған жылқы етін салып, жақсылап қуырып шығамыз. Қызанақ соусын дайындаймыз. Қызанақтың қабығын ашып, өзіміздің сүйікті дәмдеуіштерді салып, блендермен жақсылап езіп соус дайындаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен апта сайын түрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Дайын болған соусымызды табаға құямыз. Кішкене су құямыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 30-40 минутқа қалдырамыз. Мен гарнирге картоп езбесін және гречка дайындадым. Өте дәмді, жұмсақ жылқы еті дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.